Бүгін міне сайлауға келдім, таңертеңгі уақытта сағат мөлшер 10:30 кезінде келдік жолдасыммен. Қол қойдық, дауыс бердік Қосановқа. Содан кейін бұл кісілерге мен мына қағазды қазір алып кетті, бұл менің қағазым емес, маған бермейді. Копиясын да требовать еттім, копиясын да бермейді. Менің үйімде тіркелген 4 адам бар. Біреу менің ағам, және сестренкам, 2 балам. Соны айттым, бұл кісілер жұмыста мүмкін келе алмайтын шығар дедім. Содан кейін папалар айтқан ғой. Не деді? Мына сіздердің қолдар емес, е? Менің аттарым, ағамның аты, бауырымның, және ағамның, дядькамның соның бәрінің аттары тұр, бірақ олардың біреуі де келген емес. Мен де жаңа ғана келіп тұрмын, бірақ қолдар тұр. Сосын бұларға папалар айтқан ғой, шындық болсын, балалар барып, дауыс беріңдер деп. Бұлар дауыс беруге келеді, бірақ та уже басқа адамдар қол қойып кеткен біз үшін. Енді копиясын беріңдер десек, ол қағаздың бәрін жоғалтып жіберді. Жоқ қағаз. Жоқ, қағаз ешқайда жоғалмайды. Осы кісінің алдында болды ғой, ол қағаз. Осы кісіде, осы Новый көшесін қарап отырмыз үшін алдында болды. Мынау нешінші участок? 19-шы участок. Жақсы, қазір барлығы анықталады, акт толтырады, прокурор шақырылады. Бұл заңның аясында барлығы істелінеді. Сондықтан қобалжитын ештеңе жоқ, қазір төрайымды күтейік, келсін. Жоқ, мен балаларым үшін қоя салайын деп, сіз басыңызбен жауап бересіз деді. Жоқ, ешкім қоя алмайды. Мен қоймадым, кеттім. Сағат 5-те келеміз, бәрін. Сіз білмейсіз де аға, қалай болғанын. Қалай болған білмеймін, менде адамдар көп болды да. Сосын бұлар келді жаңа бізден сөйтіп айтамыз ғой заңымен. Әркім өзі үшін жауап. Иә, әркім өзі үшін жауап. Енді мысалы қайдан білемін, біз қойып жатқан кезде басқа адамдар басқа менен удостоверение алдыңыз ғой, дұрыс? Алдым. Удостоверение алдыңыз, қарадыңыз, мен сосын қол қойдым. Сосын қол қойған мына адамдардан неге удостоверение сұрамайсыз? Бәрінен сұраймын. Удостоверениеңіз тұрмайды. Жоқ, бір адам болса мен айтып бір адам болса мен айтып ошибка деп. Жақсы. 4 адам қол қойып жатқан кезде екінші адам келді, мен іздеп жатқан кезде білмеймін ғой. Сіздер бір қалыпты 2 адамнан тіркей беріп жатсыздар ма? Солай? Енді адамдар көп болды. Ол да заңсыз ғой. Бір-бірден ғой, адам басына бір адамнан келіп, әрбір өздерінің секілді қызметкерге. Ошибка десе де, бұларға комиссия болып отқаннан кейін, бұларға бұйрық берілді ғой, удостоверениемен қарап, қай адам келіп. Иә, ол міндетті түрде сіздің жұмысыңыз ғой. Және 2 адамнан сіздің қақыңыз жоқ, бірдей қол қойылып жүрді деген андағыңыз баланың әңгімесі аға. Ол мүмкін емес жағдай. Аманат Нұротан шығар. Ассалаумағалейкум. Сіздер мына факты көрдіңіздер ме да қазір? Мына шу Байқаған жоқсыздар ма? Шу орыстан көріп тұрсыздар ма? Жоқ, шу орыстан көріп тұрсыздар ғой. Иә. шынайы выбор болсын бізде. Жоқ, шығады ол. Ешқайда. Мен білдім де оның көзін жойып жіберетін ше. Соны фотоға түсірдім, мен кірген беттен видеоға түсіріп тастадым. Қай избирательный участок екенін, қай кісі отырғанын, қандай қағаз екенін, қағазды фотоға. Ал жаңағы қағаз осылай. Жоқ, енді қараңызшы, ол әдейі істемейді. Жоқ, барлығын түсінемін, Ераға. Ешкім әдейі істемейді, бірақ енді бір емес, бірнеше адамның қолы ғой. Фальсификация жайында заңнамамен таныс шығарсыз аға. Алдын ала барлығы ескертілді. Қазір сіз ғана жауапты адам боласыз да бұл жерде. Сол қиын. Бірақ сіздің неңізде... Әйтпесе мен сізді адам ретінде жақсы түсініп тұрмын. Қашан біз осындайды қоямыз, қашан қоямыз. Және қағазды қайдан тапсақ болады біз қазір? Ол табылады, келеді, қазір полиция келеді, барлығы заңның аясында істелінеді. Қазір